Сәлеметсіздер ме, құрметті студенттер? Дәрісімізді ары қарата жалғастырамыз. Алдыңғы видео материалда біз сіздермен толығымен инженерлік геодезияның негізгі міндеттеріне, құрылыс үрдісіне шолу жасадық. Ары қарата құрылыс барысында жүргізілетін геодезиялық жұмыстардың кезеңдеріне тоқталып, оның ішінде ең бірінші дайындық пен жобалау кезіндегі жұмыстарға тоқталып шықтық. Екінші видео материалымызда сіздермен құрылыс барысында жүргізілетін геодезиялық жұмыстарға тоқталдық, және де осы видео материалымызда сіздермен құрылысты бақылау мен құрылыс нысандарын пайдаланудағы сенімділікті қамтамасыздандырумен байланысты жұмыстар. Оған бізде ең бірінші ғимарат пен үймереттердің бөліктерін, сондай-ақ толық нысанның атқарушы түсірістері жатады, және ғимараттар мен үймереттердің салынып біткеннен кейінгі деформацияларын бақылау жатады. Жалпы атқарушы түсірістер бұл құрылыстың ажырамас бөлігі болып табылады. Әдетте атқарушы түсіріс ғимараттың барлық бөліктеріне емес, тек құрылымдардың беріктігіне, тұрақтылығына және орнатудың дәлдігіне, сондай-ақ кейін пайдалану жағдайларына әсер ететін бөліктерге ғана жасалынады. Бұл бөліктер әдетте құрылыс жобасында кәдімгі тізім ретінде беріледі. Яғни қандай да бір бөлік аяқталғаннан кейін, мысалы ретінде айтайық, құрылыстың іргетасы аяқталғаннан кейін міндетті түрде оған атқарушы түсіріс жасалады. Және де осындай барлық атқарушы түсірістер жасалғаннан кейін толығымен ғимараттың толық құрылыс аяқталғаннан кейін жаңағы объектінің құрылыс сапасын тиісті бағалау үшін атқарушы түсіріс жасалынады. Атқарушы түсіріс нәтижелері бойынша жобадан барлық барлық ауытқулар ескере отырып, жобаның бас планы, атқарушы бас планы жасалынады. Ол бізде объектіні қабылдау кезінде негізгі құжат болып табылады. Сондай-ақ кейін оны пайдалану және қайта жаңарту кезінде осы атқарушы бас план бізде негізгі құжат ретінде қолданылады. Ары қарата ғимараттар мен үймереттердің деформациясын бақылау. Бұл жерде деформация дегеніміз, яғни олардың жалпы ғимарат пен үймереттің немесе оның жекелеген бір бөлігінің формаларының бастапқы жағдайға қатысты өзгеруі немесе кеңістік төңірегінде олардың орнын ауыстыруы болып табылады. Деформацияның түрлері мынандай болуы мүмкін. Бізде ғимарат немесе оның жаңағы айтқандай қандай да бір бөлігі көтерілуі мүмкін, немесе шөгуі мүмкін. Ары қарата ғимарат толығымен орнынан жылжуы мүмкін, немесе ғимарат жаңағы қисаюы мүмкін. Бұл бізде деформацияның негізгі түрлері болып табылады. Жалпы деформацияға әкелуші факторлар ретінде ең бастысы оларға мерзімдік температуралық құбылыстар, яғни қыстағы қату, жаздағы қатты ыстықтар, көктем мен күздегі сулардың мөлшерінің көбеюі әсер етеді. Сондай-ақ негізге түсірілетін қысымның өзгеруі, яғни негіз деп тұрғанымыз бұл бізде іргетас, сол іргетасқа түсірілетін салмақтың дұрыс есептелмеуі нәтижесінен қандай да бір деформациялардың болуы. Осылардың барлығы бізде жер асты суларының өзгерісіне әкеледі, сондай-ақ жер қыртысының қозғалысына алып келеді. Соның нәтижесінде жаңа жоғарыда айтқандай көптеген деформациялар болады. Жалпы деформация көлемі геодезиялық өлшеулер арқылы анықталады. Өлшеулер қозғалыссыз тірек нүктелерінен жүргізіледі. Олар әдетте жаңағы нүктелер құрылыс алаңынан тыс жерде орналасады, және олардың саны кемінде 3 және одан көп болуы қажет. Тірек нүктелерінің координаталары
нүктені орнатқаннан кейін анықталады, және әрбір деформацияны бақылау үшін жүргізілетін өлшеулердің алдында міндетті түрде тексерілу жұмыстары жасалынады. Ал ғимаратқа қатысты оған әдетте маркалар орнатылады. Марка немесе белгілер деп атамыз. Сіздерге суретте бір марканың мысалы келтірілген. Маркалар бірнеше түрде болады. Олар әртүрлі мақсатта қолданылатын қабырғаға немесе іргетасқа орнатылатын маркалар болуы мүмкін, арнайы маркалар болуы мүмкін. Олар жер қыртысының қозғалысын зерттеуге арналған арнайы маркалар, Брайт құрылымдық тереңдік маркалар, яғни олар тереңге орнатылады. Кейін қазан шұңқыр түбінің көтерілуін бақылауға арналған маркалар. Бұлар әрине уақытша маркалар болып табылады, яғни қазан шұңқыр жұмыстары басталғаннан бастап аяқталғанға дейін орнатылады. Жалпы деформацияны өлшеу жиілігі әдетте жалпы жағдайда негізі 5 кезеңнен тұрады. Ол құрылыстың басында, құрылыс 25% аяқталғаннан кейін, 50% аяқталғаннан кейін, 75% аяқталғаннан кейін және 100% аяқталғаннан кейін. Сондай-ақ ірі панельді ғимараттарды салу кезінде олар іргетас толығымен құрылып біткеннен кейін және екінші қабат толығымен аяқталғаннан кейін, содан кейін ғимараттың қорабы салынып біткен соң, кейін объектіні пайдалануға берер уақытта. Яғни бұл айтылғанның барлығы жоспарлы, былайша айтқанда, жоспарлы бақылаулар болып табылады. Ал кейбір жағдайда, мысалға, өзгеріс динамикасы жоғары болған жағдайда, онда нақтылы бір уақыт аралығында үнемі деформация бақылау жүргізіліп отыруы мүмкін. Яғни олар бір ай аралығында немесе квартал аралығында, жарты жыл аралығында деген сияқты ол деформацияның динамикасына байланысты болады. Деформацияны бақылау жылына өзгеріс мөлшері 1-2 мм-ден аспаған кезде ғана тоқтатылады. Ол аяқталғаннан кейін, әрбір бақылау циклы аяқталғаннан кейін, міндетті түрде нивелирлік таңбалар белгілерінің ведомосы, өзгеріс кестесі және уақыт бойынша өзгерістің өзгеру кестесі дайындалады. Жалпылама бүгінгі дәрісіміз аяғына жетті. Келесі слайдта сіздерге студенттік өздік жұмысына арналған тапсырмалар берілген, сондай-ақ өзін-өз тексеру сұрақтары және қолданылған әдебиеттер тізімі берілген. Осымен біздің дәрісіміз аяқталды. Назар аударғандарыңызға көп рахмет. Сау болыңыздар.